Қайырлы күн, менің кішкентай оқырмандарым. Сендерді ертегілер әлеміне саяхаттауға шақырамын. Ертегі тыңдаушыға ғибрат сұнумен бірге эстетикалық ләззат береді. Ертегіде қиял мақсатты түрде пайдаланылады. Сондықтан ол әсерленіп, ғажайыпқа айналады. Ертегідегі ғажайып қиял адамның күнделікті көріп жүрген заттары мен құбылыстарын саналы түрде басқаша етіп көрсетеді. Осындай тәрбиелік мәні бар ертегі әңгімелерді бізге жазып қалдырған қазақ елінің тұңғыш ағартушы ұстазы Ыбырай Алтынсарин атамыз. 2018 жылы Азамат Битан Ыбырай Алтынсарин әңгімелерін жинақтап, жаңадан комикс үлгісінде құрастырып, Ыбырай атамның әңгімелері деген атпен қайта басылып жарыққа шығарды. Ыбырай атамыздың балаларға арнап жазған көлемі шағын, мазмұны мәнді әңгімелері олар: Таза бұлақ, Асыл шөп, Әдеп, Қанағат, Жомарт, Әке мен бала ертегілері. Әке мен бала әңгімесінде әкесі баласының еріншектігін қалай түзеткені туралы айтылады. Ал бақша ағаштары әңгімесінде баласының екі ағаштың неліктен екі түрлі өсіп тұрғаны жайлы сұрағына әкесінің жауабын оқуларыңа болады. Ыбырай Алтынсариннің шығармаларында басқа тілден аударылған ертегілер де кездеседі. Мысалы, бір уыс мақта әңгімесінде ұқыпты болуға шақырса, орыс жазушысы Лев Николаевич Толстойдан аударған Жаман жолдас ертегісінде қиындыққа тап болған баланың жанындағы досының шынайы бейнесін көрсетеді. Ыбырай атамыздың әңгімелері еңбекке, рухани адамгершілікке тәрбиелейді. Мектеп кітапханасынан жылға таласқан хайуанаттар ертегісін жануарлардың кескіндерінен жасалған 3D кітап арқылы көрулеріңе болады. Қазақ хрестоматиясы атты кітабынан атамыздың шағын әңгімелерін оқуларыңа болады. Балалар, енді американдық иллюстратор және балалар кітаптарының авторы Руф Сандерсеннің ертегілерімен таныс болыңыздар. Руф Сандерстің жазған ертегілерінің бірі Ғажайып түс ертегісі. Бұл кітап қазақ тіліне аударылып, 2017 жылы Фолиант баспасынан басылып шықты. Ертегілер топтамасына Сиқырланған орман, Мәртебелі Гатто, Раушангүл мен Қаршагүл, 12 биші Ханшайым, Алтын бие кітаптарымен қоса Күлше қыз, Қарханшайымы, Алтын шашты қыз бен 3 аю ертегілері де кіреді. Автор ертегілеріндегі суреттерде майлы бояумен өзі әсерлі етіп бейнелегендіктен оқуға өте жеңіл әрі тартымды. Мектеп кітапханасына Руф Сандерсеннің Раушангүл мен Қаршагүл, Қарханшайымы, 12 биші Ханшайым атты ертегілерін алып оқуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.